Қайырлы күн. Бүгін сіздерге қызыл балықпен, яғни лосось балығы мен брокколиді екеуін араластырып духовкада қалай пісіретінін көрсетемін. Бізге қажетті заттар: ұн, маргарин, қаймақ, жұмыртқа, тұз, қопсытқыш қажет. Оның начинкасына осы қызыл балықтан, семгадан 100 грамм бір жұмыртқа, брокколи, моцарелла керек, кейін сливки керек. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Мендегі брокколи мұздатқышта, морозильникте тұрған брокколи, соны алып, соны істетіп жатырмын. Ең бірінші қамырын дайындап илеп алайық. Қамырға қопсытқыш, тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне осындай бөлме температурасындағы май қажет. Осыны қосамыз. Қаймақ қосамыз 100 грамм. Бір жұмыртқа, менде бір жұмыртқаның ішінен 2 сары шықты. Осы екеуін қосып жүремін. Жақсылап қамыр илейміз. Брокколи капустасын әрдайым сіздерге ас мәзіріне қосуға кеңес беремін. Бұның құрамында өте витаминдер көп екен. Енді қамырымыз илеп болдық. 10-15 минут тұра тұрсын. Одан кейін барып қамырымызды жаямыз. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Қамырымыз дайын. Мен балық пен брокколиді алдын ала турап дайындап қойғаным. Оған тұз, қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай жақсылап араластырып қамырдың үстіне саламыз. Начинкасын дайындайық. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, сливки қажет және моцарелла қажет. Мен моцарелланы теркадан өткізіп дайындап қойғаным. Соны да қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің духовкамыз алдын ала қызып тұру қажет. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.